Сәлем достар, бұл қарапайым математика және сіздермен бірге мен Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 6-шы есепті шығарамыз. Алдымен есепті оқып алайық. Жұлдызшаның орнына тиісті цифрды қойып, 9-ға еселік санды жазыңдар. Мына жерде жұлдызшалар берілген, соларға қазір цифрларды қоямыз. Келесі, екіншісі, 3-ке еселік сандардың ең кішісін жазыңдар. Бұл жерде де 3-ке еселік сандарды қазір жұлдызшалардың орнына цифрларды қойып көреміз. Алдымен қандай сандар 9-ға бөлінетінін еске түсіріп алайық. 9-ға егер бір санды алып, оның цифрларын қосқан кезде, сол цифрлардың қосындысы 9-ға бөлінетін болса, ол сан міндетті түрде 9-ға бөлінеді. Мысал көрсетейін. Қараңыздар, 3-тан бассам берілген, 6-ға 7 қоссам, 13, 13-ке неше қосқан кезде 9-ға бөлінеді. 13-ке 5 қоссам, 18, 18 9-ға бөлінеді. Демек, мына жерге 5 қоям. 567. Келесі, 2-ге 9 қоссам, 11, 11-ге неше қосқан кезде 9-ға бөлінеді. 11-ге 7 қосатын болсақ, 18, 18 9-ға бөлінеді. Мінекей 279. Келесі, 8-ге 7 қоссам, 15, 15-ге 3 қосатын болсам, 18 болады. 18 9-ға бөлінеді. Міне 873. Келесі, 8-ге 2 қосам, 10, 10-ға 8 қосуымыз керек, сол кезде 18 болады. Міне 882, бұл 9-ға бөлінеді. Келесі, 9-ға 6 қосам, 15, 15-ге 3 қосатын болсақ, 18 болып кетеді, 18 9-ға бөлінеді. Міне 3 қойдым, 936 деген сан шықты. Келесі, 4-ке 6 қосам, 10, 10-ға неше қосқан кезде 8 қосайық. 10-ға 8 қосамыз 18, 18 9-ға бөлінеді. 468. Жақсы, бұл біріншісі аяқталды. Енді келесі екіншісі. Бізге мұнда 3-ке еселік сандарды жазуымыз керек. 3-ке қандай сандар бөлінеді? Егер ол сандардың цифрларының қосындысы 3-ке бөлінетін болса, ол сан 3-ке бөлінеді. Мысалы, қазір 1-ге 0 қосамыз, 1, 1-ге 2 қосатын болсақ, 3 болады, 3 3-ке бөлінеді. Міне, сондықтан да мен ол жерге 2 қойдым. 120 деген сан шықты. Келесі, 2-ге 1 қосам, 3, ол 3 бөлініп тұр ғой. Демек, мына жерге тек қана 0 қою керек деген сөз. Міне, 201 шықты. Келесі, 3-ке 5 қосам, 8, 8-ге 1 қосатын болсам, ол 9 болады, 9 3-ке бөлінеді. Сондықтан да 351. Мінекей, 351. Келесі, 1-ге 3 қосам, 4, 4-ге 2 қосатын болсам, 6, 6 3-ке бөлінеді. Сондықтан да мен мына жерге жұлдызшаның орнына 2 деген сан қойдым. Міне, 213. Келесі, 4-ке 5 қосамыз, 9, 9 бөлініп тұр. Сондықтан да мен мына жерге 0 қоям. Сондықтан да 405 деген сан шықты. Келесі, 8-ге 3 қосам, 11, 11-ге 1 қосатын болсам, 12, 12 3-ке бөлінеді. Сондықтан да мен 1 деген сан қойдым. Сонда 831 деген сан шықты. Жақсы, сонымен біздің номер 6-шы есебіміз аяқталды. Сізбен бірге болған математиканы барынша оңай түсіндіруге тырысып жүрген ұстаздарыңыз Мейірбек Жоламан. Келесі кездескенше.